Ассалаумағалейкум қазақ елі. Бүгін 18 наурыз, сағат 10:20 кетті. Мен қазір таңда Ордабасы аудандық сотының алдында тұрған жайым бар. Яғни бүгін 18 наурыз күні сағат 11:30 өткенде екінші сот отырысы өту керек. Бірақ енді сот отырысына, яғни Ордабасы аудандық сотының судьясына біз екінші қарсылық талап арызымызды түсіріп отырмыз. Қазір сағат 10:08 өткен кезде сот кабинеті арқылы және тікелей канцелярияға хатшыға қарсылық таныту туралы арызымызды мәлімдеп өткізген жайымыз болып тұр. Бұл енді екінші қарсылық білдіру арызымыз. Тарқата айта өтетін болсам, мынау Ордабасы ауданындағы сотының судьясы Н.А. Жұмабаевтың заңсыз әрекеттеріне, яғни уәж деп тұрып жазып талап арыз жіберіп отырмыз. Мәтіні: біз 13 қаңтар күні мектеп директоры Төлтебай Балжанның нөмірі 22 ЖХ бұйрығының, яғни мені оқу орынбасарынан босату туралы шығарылған, заңсыз шығарылған бұйрықтың күшін жоюға аудандық сотқа талап арыз тастаған болуымыз, түсірген болатынбыз. Ал енді 13 күнде түсірген талап арызымызды еңбек комиссиясының, келісім комиссиясының жауабы жоқ деп қайтарып жіберген болатын. Содан 23-не қайта тастадық, арызды түсірдік. Сонда да еңбек келісім комиссиясының хаты жоқ деп қайттан қайтарған. Сөйтіп 26 күні толықтырып қайтып тастадық. Бар болса да жоқ деп біздің талап арызымыз қарамай отқан жайы болғандықтан енді 23 күні түсіреміз де толықтырып қайтадан 3-ші рет тастаған талап арызымызды Жұмабаев бесінші наурыз күні ғана ұйғарым шығарып сот қаралатын болды деп бізге хабарлама келген. Сонда 9 күннен кейін, толықтырудан кейін 6 күннен кейін заңды бұзып, яғни азаматтық процестік кодекстің процестерін бұзып, баптарын бұзып ұйғарымды кеш шығарып отыр. Міне осы талап арызды біз екінші мәрте тастап отырмыз. Яғни әлі де 5-6 неміз бар, талап арызымыз бар, қарсылық білдіру талап арызымыз бар. Біз яғни екіншісін ғана тастап отырмыз. Бұл талап арыз деген жалпы қазақ халқына түсіндіре өтейін. Сот процесінде болып жатқан судьяның заңсыз әрекеттерін уәж деп тұрып, бұл жерде аудиосы бар, видео фиксациясы бар, соны дәлелдеп тұрып, біз сотқа екінші мәрте қарсылық білдіру талап арызын тастап отқан жайымыз бар. Енді бұл Ордабасы ауданындағы сотында болып жатқан заңсыз әрекеттердің барысын түсіндіріп, әшкерелеп отырған жайымыз. Енді өзі таңғалатын жайт бар. Кешегі салған, алдында салған посттарында да осында жайттар алған. Заңсыз әрекеттер бойынша бірінші қарсылық білдіру талап арызымызда да. Енді мынау менің таңғалатынымда қазақ халқының өзі менің салған постыма, және де осындай Фейсбукте, Ютубта, және ТикТокта салып жатқан мәтіндерге қазақ халқы неге соншама қорқатынын таңғаламын да. Өз ойын білдіре алмайды. Осынша біз өкіметтің алдында, заң алдында өз ойымызды білдіре алмаймыз да, таңғаламын да. Сөз бостандығы бар ғой елімізде. Бәріміз құқығымыз тең. Бұл мемлекеттік органдардың қызмет көрсету, бұлардың бәрі біз тек қана біздің жалдап қойған жұмысшыларымыз. Біз төлеген салықтан олар айлық алып отырмыз да.